Сәлем достар, сіздермен Кахот арнасы. Менің есімім Асылжан, Камырза деп атасаңыздар болады. Жалпы бұл канал не үшін ашылды? Өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда мобилографиялық курстар өте көбейіп кетті, барлығы ақылы түрде. Ал тегін дегендер мына YouTube-ға кіретін болсаңыздар, тек орыстардың каналдарында ғана толық әрі жақсы түсіндірілген, ал қазақша контенттер толық емес. Және де бір жерінде айтса, бір жерін айтпай, сіздерді қыздыру мақсатында сол қыздырып келіп, ақыры сол өздерінің курстарына келіп тығады бәрібір. Енді оның атын атап түсіндірмей ақ қойын, бірақ бар екені рас. Енді мен ол курстардың барлығын оқып көргенмін, қаншама курстарды, олардың тек өздерінің абыройымен сөйлеу мәнерінде болмаса, барлығының сабағы бірдей. Енді мен сол курстардан алған және де орыстардың сабақтарынан алған білімдерімді кәсіпкерлермен, блогерлермен жасаған кезде солардан алған тәжірибелерімді соның барлығын осы каналда ашық түрде тегін көрсеткім келіп отыр. Енді өздеріңіз білесіздер, тегін нәрсенің ешқандай қадірі болмайтынын, сол үшін де сіздер каналға кірген кезде әр сабақты бір ақшаға сатып алған сияқты болып қарағыңыздар. Өйткені сіздер сатып алған немесе сатып алайын деп жүрген курстарыңызда мобилографиялық болсын, жалпы маркетингтік курстарыңыз болсын, олардың барлығын сатып алып оқып көргенмін. Енді соны сіздерге көрсеткім келіп отыр. Және де бір жағынан YouTube-тағы қазақша контентімізді көбейтіп көтеру мақсатында. Енді өздеріңіз білесіздер, YouTube-ға кірген кезде бір нәрсе іздейтін болсақ, орысша іздейміз, мысалы, как установить бір нәрсе, тағы бірдеңе деген сияқты орысша іздейміз. Ол өтірік емес, шындық. Өйткені орыс аудиториясы кең, және де орысша контент түсіретіндер өте көп. Ал қазақша контенттер ол өкінішке орай өте аз. Енді мен де сол мақсатта осы YouTube каналды ашып отырмын. Сіздерді де осы қазақша контентті қолдайды деген үміттемін. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар, тезірек таралуына көмектеседі. Және де жақын туыстарыңызға, таныстарыңызға барлығына міндетті түрде жіберіңіздер. Өйткені мобилография ол барлық адамға керек. Ол енді еңбек деген баладан еңкейген қарияға дейін телефон ұстайтын анық. Енді ол мәселе ақша табуда емес, телефонмен видео түсіру арқылы. Енді сіздер отбасыңызбен серуендейсіздер, тойға барасыздар, басқа жерге барасыздар, өзіңізді түсіресіздер. Сол кезде де оның барлығы білім дегендей. Сол үшін де барлық таныстарыңызға, туыстарыңызға міндетті түрде жіберіңіздер. Енді мен бұл каналға күнделікті видео салып отыратын боламын. Келесі видеодан бастап бізде алғашқы сабақ басталады. Ол жерде мен көшеде болсын, басқа жерде болсын, барынша сіздерге практикалық түрде көрсететін боламын. Енді барынша түсінікті қылып, қызықты қылып, толық және де барынша шынайы болуға тырысамын. Енді тек қана сіздердің көмек ретінде қолдау білдірсеңіздер болғаны, өйткені менде алғашқы түсірілім болғаннан кейін шамалы қобалжып отырмын. Енді сіздердің қолдауларыңыз маған шабыт беретіні анық. Олай болса, дәл осындай қазақша контентті қолдаңыздар, лайк басыңыздар, астына комментарийді үйіп тастаңыздар. Мен деген оны көріп, келесі видеоны өте сапалы қылып түсіруге тырысайын. Ал олай болса, келесі кездескенше сау, сәлеметті болыңыздар.